Ал Бағдәулет, бүгін бізде қолымызда мынандай қатты тұрмыстық қалдықтар бар, иә? Бұл үйдің тозығы жетіп, пайда аспай қалған бізде. Мына жарық шамы жарамсыз. Енді осы қоқыстарды біз қоқысқа лақтырамыз ба, не істейміз? Бұл біздің құралымыз. Бұл қоқыстарды біз қайта сұрыптап, немесе қайта өңдейтін боламыз. Я, бұл менде жұмыс жасаймыз. Ал жұмысымызды бастаймыз. Бірінші кезекте біздер аны ашамыз. Арнайы құралдармен ашамыз. Мен білмедім сол. Аяғымен істептім. Ашасың ба? Міне Бағдәулет, біздің жасап жатқан ісіміз бітті. Қоқысқа лақтыру керек нәрселерді біз лақтырмай, қайта өмір бердік, қайта жандандырдық. Енді бұны біз қайда пайдаланамыз? Дұрыс айтасың. Жарық сөніп қалған кезде осылай жарық ретінде қолдануға болады. Міне бүгін ұлымыз екеуміз азғантай уақыттың ішінде осындай керемет жарық шамын жасадық. Ешқандай электр энергиясын қолданбайды. Осылай жанып тұрады. Осы челленджімізді Айгүл ТВ-не жолдаймыз.